Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет. Өңірімізде 4 мыңнан астам адам осы саланың ыстығына күйіп, суығына төзіп жүр. Сондай жанның бірі Бекқали Бержанов. Ол бірнеше жылдан бері Орал қаласының іргесіндегі елді мекеннің өркендеуіне өз үлесін қосып келеді. Бекқали Бержанов тәжірибелі зоотехник, білім-білігі мол мемлекеттік қызметкер. Ол Койбышев ауыл шаруашылық институтын бітірісімен жұмысқа араласты. Бұл 1981 жыл еді. Еңбек жолын Қараөзен қой совхозында зоотехник селекционер болып бастап, Көктерек, Талдықұдық ауылдары мен Асан агрофирмасында басшылық қызметтерді атқарды. 2006 жылдан бері Мичурин ауылдық округінің әкімі ретінде елді мекеннің өсіп өркендеуіне өз үлесін қосып келеді. Мынау біздер кіреберіс жолдың біреуі біздерде Заводская көшесі. Сол жаңағы біздерде 2017 жылы жаңағы жөндеуден өтті. Үлкен күрделі жөндеуден өтіп, жаңағы қазір жақсы жүруге. Енді мына магистральный деген көше Самар трассасынан бері қарай бұрылғанда ауылға кірме жол. Ол күні бүгін біздерде проекттік сметалық құжаты жасақталып, жаңағы жөндеуге жоспарлануда. Әкімнің жұмысы оңай емес, өйткені лауазым иесі ауылдағы әр салаға жауапты. Таңғы сағат 9-дан басталатын күнделікті жиында алдағы мақсат міндеттер талқыланады. Кейін әкім жауапты мамандардың жұмысын саралап, бағыт-бағдар көрсетеді. Әрі жергілікті тұрғындардың талап тілектерін тыңдап, шешу жолдарын қарастырады. Бейне камералары орнатылып жатыр. Сонымен қатар жаңағы азаматтық жаңағы келісімдік неменен жұмыс біздерде биыл осы ауыл ішіндегі жарықтандыру шамдарының жаңағы қазіргі энергосберегающий дейді, жаңағы электр қуатын үнемдейтін шамдармен ауыстырғалы жоспарланып тұр. Сонымен қатар біздерде мына осы жаңа айтқанда күрделі жөндеу жол, енді перспективалық жаңағы неде осы Мичурин ауылының жаңағы ауыз суменен жаңағы қамтамасыз ету үшін сметалық құжаты жасалуда. Мемлекеттік қызметкер жұмыстан тыс уақытын ұрпақ тәрбиесі мен спортқа арнайды. Әсіресе атқа мініп серуендегенді жаны сүйеді. Заманға сай мемлекеттік қызметкер болу жолында мамандар жан-жақты, қабілетті әрі уақытын тиімді пайдалану қажет дейді ауыл әкімі.